Пунада ирткен табығыларда Асқыз поселоктың шуқтағжылары өткен аралыстылар. Олар Хазны Думыздың депутаттарынан қада поселок шөбінің пазын табырға керек болғанар. Ұстағжы болар көңінен екі кізі искерген Александр Ротов паза Сергей Энгров. Болған ылы табыға пос-позын сығарған. Бірде партиядан полызығы керексі бейін. Кандидаттар арасында қазір қарбызық барған. Табықшыларының 42% өнерін Александр Ротовға беріпскен. Келген чоның 54% тізің поселок шөбінің мұнаңмандар Сергей Энгров ұстызын түп көңінен искірген. Аны потоқсқа 2012 жылда тапқанар. Анан пер чуқтағжылар аға 2 қати кештенізін жетіршелер. Өдек поселок шөбіне қозы табығылар ешткен. Бұл күнге анды 2 пост мандат болған. Депутаттар Адылов барды. Түйе пазы поселокта өдек табығылар ешткен. Анды келер 5 жылда 39-ында Галина Иллистратова болар. Аның үшін табығжыларының 63% өнерін беріпскен. Галина Иллистратова поселок пазына 2-ші қати табықшы. Алексей Баргаяков, Евгений Чаптыков, хабарларға.